Оқушылар, бүгін сабағымызды жалғастырамыз. Жаһандық құзыреттілік сабағы. Қош келдіңіздер сабаққа. Сабағымызды бастамас бұрын, сабағымызды кім жоқ, кім бар екен түрінде болар, иә? Бізде бүгін барлық түгел бар, кезек шығармас сыныпта. Көп рахмет. Олай болса, сабағымыз бастамас бұрын, мына бейне материалға назар аударайық. Жылаған бұлттың хикаясы, сұрғылт аспан, қала қою түтінге тұншығып тұр. Зауыт мұржаларынан үздісіз түтін шығады. Көліктер жол бойымен ағылып, ауаны ластап жатыр. Қураған ағаштар үнсіз тұр, құстардың дауысы естілмейді. Қаланың үстінде кішкентай ақ бұлт қалықтап жүр. Ол әлсіз, ол мұңды, ол тыныстай алмайды. Бұл бір ғана бұлт емес, бұл табиғаттың үнсіз көз жасы. Ол адамдарға өмір сыйлағысы келеді. Бұл терең демалуға тырысады, бірақ тұншығады. Жұтқан ауасы қайдадан қара түтін болып шығады. Бұл аузын қолмен жауып көз жасын тия алмайды. Мен адамдарға жаңбыр сыйлағым келеді, ал олар маған түтінмен уғана береді. Қоқыс ашық жерде жанып жатыр, көліктер қою түтін шығарып тұр. Балалар маска тағып жүр, ағаштар жылап тұрғандай елген. Бұл көз жасын төгеді, бірақ бұл таза жаңбыр емес, бұл лас жаңбыр. Тамшылар жерге түскенде бірдер солып қалады. Табиғат ауырса, адам да ауырады, ауа уланса, өмір де уланады. Кенет көрініс өзгерді, бұл алыстан таза ауылды көреді. Жасыл ағаштар жайқалып тұр, балалар күліп жүр, жастар велосипед теуіп барады. Бұл үмітпен төменге қарайды. Жақсы, қандай ой туды? Табиғаттың ластануы, ауаның ластануы, сонымен қатар барлық әлемнің ластануы. Неден екен? Адамдардың іс-әрекеті. Онда бүгін біздің сабағымыз тақырыбы қандай болады екен? Ауаның ластануы. Жақсы дәптеріңізді өздері түртіп алыңыздар. Бүгін бізде наурыздың 17-сі ауаның ластануы. Жақсы. Олай болса, бізде бүгін сыныпта барлығы түгел ауаның ластануы. Жергілікті және жаһандық мәселе ме ол бізде? Әрине, жергілікті және жаһандық мәселе. Олай болса, сабағымыздың тақырыбымыздан назар аударайық. Бүгін біздің сабағымыз тақырыбы мақсаты таза ауаның маңызын ұғыну. Екінші, ластанудың адам денсаулығы мен экожүйесі әсеріне талдау. Үшінші, бізде мақсатымыз экология проблеманы шешудің тиімді жолдарын істейміз, қарастырамыз немесе ұсынамыз. Жақсы. Олай болса, мен сіздерді қазір топқа бөлейін. Жақсы, бірінші топта бізде Еркен, Назнар, Гиза, Хусанова Севинч, Нәрік Зарема, Қабдолла Адина, Нәрік Данел. Екінші топта Абжарна Назгүл, Имам Алдия, Мұқашева Шырайын, Құрал Адия. Үшінші топта Нұрғалиева Толғана, Дәулет Қабылова Назерке, Саят Хамза, Кәрігұлова Лейла. Топқа бөліп бастаймыз. Топқа бөлеміз. Бірінші топ бізде таза ауа сақшылары. Екінші топ бізде экобаланс. Үшінші топ бізде жасыл болашақ тобы болып есептелесіздер. Жақсы. Олай болса, әр топқа сабаққа байланысты тапсырмаларымызды ұсынайық. Сіздерге мынандай тапсырма. Бейне материал қарауға шақырамын. Біз бұл туралы көп ойланбаймыз, бірақ біздің әрбір деміміз белгілі бір мағынада лотерея. Біз оны көрмейміз, сезбейміз, алайда тыныс алып жүрген ауамыз біздің ең үлкен қашуымызға айналуы мүмкін. Ендеше осы көрінбейтін қауіпті бірге түсінейік. Соңғы деректерге сүйенсек,
жер шарындағы адамдардың шамамен 90% ресми түрде денсаулыққа қауіпті деп танылған ауамен тыныс алуға мәжбүр. Бұл барлығымызға дерлік қатысты мәселе. Ал осы құрғақ санның артында одан да қорқынышты шындық жатыр. Жыл сайын лас ауадан туындайтын аурулар салдарынан 7 миллион адам көз жұмады. Бұл жай ғана статистика емес. Бұл 7 миллион адамның тағдыры, 7 миллион өмір. Сондықтан экологтардың дабыл қағып, ауаның ластануын адамзат үшін ең үлкен қауіптердің бірі деп атауы таңқаларлық емес. Бұл жай ғана экологиялық мәселе емес, бұл денсаулық сақтау саласындағы жаһандық дағдарыс. Енді тереңірек үңілейік. Үлкен қалада тағы бірі дем алған сәтте біздің ағзамызда не болады? Қандай өзгерістер жүреді? Енді елестетіп Қандай өзгерістер болады деп ойлайсыздар? Ауамыз ластанады, адамдар көп ауырмас деді. Жақсы. Қалада не себептен ауа ластанады? Өндірістік орындардан, завод, фабрика машиналарын. Тағы да адамның іс-әрекеттерінен, жақсы. Әрі қарай мұнда ойымызды жалғастырайық. Біз бұл туралы көп ойланбаймыз. Болатын өлім-жітімнің 3 типада жасырын диверсанттар сияқты әрекет етеді. Нәтижесінде инсульт, созылмалы өкпе аурулары мен қатерлі ісіктен болатын өлім-жітімнің 3-тен бірі осы ластанған ауамен байланысты. Олар демікпе ұстамаларын күшейтеді, қан диабетінің қаупін арттырады. Соңғы зерттеулер бұл бөлшектердің деменциямен және есте сақтау қабілетінің төмендеуімен де байланыстырып отыр. Әрине, мұның бәрінің экономикалық салдары да бар. Жыл сайын шамамен $1 триллион ауаның ластануынан туындаған ауруларды емдеуге жұмсалады. Бұл білім беру мен дамуға бағытталуы мүмкін, орасан зор қаражат. Осындай деректерге сүйенсек, бізде ең басты сұрақ туындайды. Бұл көрінбейтін қауіп қайдан пайда болады? Лас ауаны кім немесе не тудырып отыр? Бәлкім Не тудырып отыр лас ауаны? Завод, фабрикалар. Адамның денсаулығы не себептен құриды екен? Түтін жерде. Аудандағы лас ауаны не істеген екен? Жұтқаннан кейін осындай адам не істейді екен? Денсаулығына ең бірінші адамның қай мүшесі зардап шегеді екен? Өкпе. Сонымен созылмалы өкпе ауруларына шалдығады екен адам. Жақсы, келесі мәселе. Ұлттар ұйымы сарапшыларының пікірінше, ауаның ластануына өнеркәсіп, қалдықтар және тіпті біздің өз үйлеріміз. Осы көздердің әрқайсысы өз үлесін қосып, нәтижесінде бәріміз тыныс алатын улы қоспа түзіледі. Мысал ретінде екі негізгі ұзынымды алайық. Біріншісі ол метан. Оның басты көзі ауыл шаруашылығы болып табылады. Метан жер бетінде озон түзіп, демікпе мен тыныс алу жолдарының ауруларын тудырады. Екіншісі бәрінен таныс көмірқышқыл газы. Ол зауыттардың мұржаларынан атмосфераға таралып, жерді жылы көрпе секілді жауып, жаһандық жылынуға әкеледі. Әрине, белгілі бір прогресс бар. Мысалы, этилденген бензиннен бас тарттық. Бұл үлкен жетістік. Алайда, басқа мәселелер әлі де шешімін тапқан жоқ. Жолдардағы көліктер күйе мен азот диоксидін шығарып жатыр. Қоқыстар жағылуда, полигондар мен қарапайым үй пештерінің өзі көміртегі тотығы, қорғасын және сынаптың көзіне айналуда. Ендеше басты сұрақ туындайды. Бұған кім жауапты? Кім тәртіп орнатуы тиіс? Ал кім жауапты? Адамдар. Өзіміз шешуіміз керек. Табиғи жолы қарастыру керек. Сіздер емес, сен қалай ойлайсың? Мен ойлаймын, қазіргі кезде адамдар көптеген зауыттарға, машиналарға зиян заттарды құртпай, табиғи жолын тауып, соласты қарастыру керек. Жақсы. Сіздерде экобаланс қандай ойларыңыз бар? Жаман оймен емес, өзіміздің жер жанымыз ғой енді все-таки. Соны қарастыру керек, неше түрлі заңдар шығару керек. Жаңағы бірлесіп Табиғатты қорғайтын, иә? Жасыл елге мысалы компания жаңа құрып жатыр ғой компаниялар. Соны қарастыру керек. Жақсы. Жасыл болашаққа қандай ой бар екен? Кім бұған жауапты? Мен осы екі топқа келсем, бұған барлық тіршілік иелері жауапты, біз жауаптымыз, жануарлар да жауапты. Жасанды жолмен емес, жаңағы табиғи жолмен сол мәселелерді шешуге болады. Жақсы, рахмет. Келесі үшінші мәселеге де назар аударайық. Біріккен ұлттар ұйымы есебіндегі бір дерек ерекше алаңдатады.
әлем елдерінің 1/3-інде ауа сапасын реттейтін заңдар мүлде жоқ. Бұл планетаның үлкен бөлігінде ауаның ластануы мемлекеттік деңгейде бақыланбайды деген сөз. Бұл біздің қорғаныш Жана Ардияның сөзіне рас келіп тұр, иә, заңмен табиғат не істелмеген, қорғалмаған. жүйеміздегі үлкен олқылық. Дегенмен, бәрі үмітсіз емес. Шығу жолы бар. Біріккен ұлттар ұйымы үкіметтер үшін нақты жол картасын ұсынады. Біріншіден, ауа сапасы мен климатты реттейтін тиімді заңдар қабылдау. Екіншіден, бензин және дизельмен жүретін көліктерден біртіндеп бас тарту. Үшіншіден, өнеркәсіп пен қалдықтар секторын шығарындыларды азайтуға міндеттеу. Әрине, мемлекеттік саясат өте маңызды, бірақ бір орында отырып, біреу бәрін біз үшін шешеді деп күту қате. Нақты өзгеріс жасай алатын ең үлкен күш біздің әрқайсымыз. Әрбір, тіпті ең кішкентай әрекет те маңызды. Мысалы, бүгін көліктің орнына қоғамдық көлікті немесе велосипедті таңдау, қоқысты сұрыптау, етті аз тұтыну, қажет емес кезде жарықты өшіру немесе ағаш отырғызу. Бұл ұсақ-түйек сияқты көрінуі мүмкін, бірақ миллиондаған адам осындай қадамдарға барса, нағыз өзгеріс басталады. Иә, мәселе өте үлкен, бірақ ол үмітсіз емес. Шешімдер бар, және олардың көбі әрқайсымыз үшін қолжетімді. Сондықтан әңгіменің соңында өзіңізге қоятын ең басты сұрақ мынау болуы керек. Мен таза ауа үшін не істей аламын? Жақсы, бүгін біз таза ауа үшін не істей алады екенбіз? Бізде ластанудың не бар екен? Неше? 5 себебі бар екен. Так, бірінші топта айтыңыздар қандай екен біріншісі? Біріншісі қандай екен? Тез. Ауыл шаруашылығы, иә, ауыл шаруашылығы деген кезде сонда да онда дұрыстап өңдеу керек, иә. Бұл жерде не шығады екен? Химиялық металдар жасалады. Екінші, көлік түтіні бұл жерден барлығы химиямен байланысты, да. Өнеркәсіптен химиялық бөлшектер шығады екен. Қоқыстардан сосын ең соңғысы от жағу, иә. Оның барлығын реттеу керек. 5 себеп бар екен. Осы ластанудың 5 себебін жолын алу үшін біз өзімізге не істей аламыз? Сол себептен қазір ары қарай тапсырмаларды орындайық. Жақсы. Бірінші сіздерге тапсырма, өздеріңіз білесіздер, Фобс формуласын. Мынандай тапсырма. Сіздің ойынша осы ластанудың жолын алуда сіз не істей аласыз? Менің ойымша осыны ары қарай жалғастырамыз. Жеке өз нелеріңіз бойынша дәптерлеріңізге өз ойларыңызды жазасыздар. Тақырып бойынша, жаңағы видео бейне материалда берілген тақырып бойынша ойларыңызды қозғайсыздар. Өз пікірлеріңізді нақты себеп немесе фактілермен негіздейсіздер. Ұсынылған жобаның нақты мысал келтіресіздер. Ұсынылған шешімнің нәтижесін болжайсыздар. Осы 4 әдіс бойынша 4 қадам бойынша бір пайдам беріледі. Бір пайдам беріледі. Бірінші жол позиция бойынша, сіздердің ойыңызша осы қандай ой тұрып отыр? Өз ойын себебімен оны былай түсіндіремін, өздеріңіз түсіндірмелеріңіз. Үшінші позицияда мен оны мынандай фактілермен дәлелдей аламын, өздеріңіздің фактыларыңыз болу керек. Төртінші, соңында осыған байланысты мынандай қорытындыға келдім деп өз қорытындыларыңызды, тұжырымдамаларыңызды ортаға саласыздар. Әрқайсыларыңыз жеке жұмыс жасап, ойларыңызды тоғыстырасыздар сосын барып.
Бірінші топтан кеткен Наргиза жауап береді. Үшінші топтан Каргулова Лейла. Екінші топтан Құрал Әдия жауап бересіз. Дайын болыңыздар. Данел, бірінші топтан Әдия, үшінші топтан Лейла. Болып қалдыңыздар ма? Уақытты белгілемедік, уақыт 5 минутта жетеді шығар сіздерге? Жақсы. Бес минут, 2 минут өстесек, 3 минутқа орайық. Ойымызды дәлелдейміз. Бізде қасымызда қандай қала бар? Қарағанды қаласы бар. Қарағанды қаласында өнеркәсіп орындары бар ма? Бар. Соны мысалы келтірулеріңізге болады. Ауданымыздың қасында не бар? Ақжал кенті бар. Тағы да Кеңшоқы маңайында қандай не бар? Кент бар? Ауыл малы бар. Осы кәсіпорындарды келтірулеріңізге болады. Алысқа бармай, өзі ауыл кентімізде орналасқан өнеркәсіптерді мысалға алуларыңызға болады, фактілер ретінде, дәлел ретінде қолдануларыңызға болады. Болдық па? 1,5 минуттарыңыз қалды. Жақсы. Үшінші топ аяқтапты. 4 минуттарыңыз бар. Бастай берейік. Жасыл болашақ тобы дайын. Менің ойымша ауаның ластануы өте үлкен экологиялық проблема. Себебі ауа адамға ең керекті зат, ал ауаны біз өкпемен демаламыз. Мысалы, мен оны осындай фактілермен дәлелдегім келіп тұр. Біз ауамен тыныс алып, өз өкпемізді түтінге толтырып, денсаулығымызға кері әсерін туғызамыз. Менің қорытындым, біз ауаны ластайтын әрекеттерді қолымыздан келгенше азайтуымыз тиіс. Бәрі адамның қолында, денсаулығымыз бен экологиямыз бізде ең маңызды зат. Жақсы. Толықтыруларыңыз бар ма? Жақсы. Менің ойымша, ауаның ластануы адамның денсаулығына тікелей әсер етеді. Себебі біз жұтқан ауа өкпе арқылы барлық ағзамызға таралып, кері әсерін беріп жатады. Осының салдарынан инсульт, қатерлі ісік және тағы да басқа өкпе ауруларына әкелуі мүмкін. Сабақтың басында көрсетілген бейнеролик бойынша жыл сайын $1 триллион қаражат өкпе
ауруларымен ауырған адамдарға емделуге кетеді және жыл сайын 7 миллион адам қаза тауып жатады. Керемет статистика не болып тұр, айтылып тұр, дәлелдеме. Таза ауа болу үшін біз көбірек өсімдіктер, ағаштар отырғызып, оларға дұрыс күтім жасасақ, олар да бізге кері байланыс беріп, оттек береді. Сондықтан ауаның ластануы деген экологиялық мәселені шешу үшін барлығымыз атсалысуымыз қажет. Жақсы ма? Жақсы, керемет дәлелдеме, фактілер барлығы ұсынылған. Жақсы, көп рахмет. Экобаланс, Адия, сізде ойыңыз? Менің ойымша табиғатты сақтау үшін мен бұтақтарды егіп орнатып үлес қосар едім. Жерімізді көркемдеп жетілдірер едім. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Ағаш өсімдік табиғаттың бір бөлігі. Мен оны мынандай факторлармен дәлелдеймін. Қазіргі уақытта қураған ағаш, гүл, шөп өте көп. Мұны жаңартып отыру біздің мойнымызда. Қорытындылай келе болашақтың таза болуын өзіміз қарастыра беруіміз керек. Әр адам маңызы өз арнасын ойлап қарап зерттеу керек. Жақсы, толықтыру бар ма? Қаны? Қайын? Менің ойымша қоршаған ортаның ластануы бізге де жер шарына қауіпті. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Ауаның ластануы біздің ішкі организмімізге зиянын тигізуі өкпенің қауымына әкеледі. Мен оны мынандай фактілермен дәлелдей аламын. Көптеген аурулар туады. Өкпе қабынуы, деменция, қант диабеті, инсульт алуы мүмкін. Осыған байланысты мен мынандай қорытындыға келдім. Адамзат өз өміріне амандаса, осы жер шарын тазалаудан бастасын. Жақсы, тамаша, ұсынысыңыз да бар, барлық неме қорытынды және де ұсыныстар бар. Шынымен өкпе аурулары көп өкпе ауру, созылмалы ауруларына әкеліп шалдырады екен, жаңағы ауаның ластануы. Таза ауа сақшылары? Менің ойымша қоршаған ортаның ластануы бізге қарай, аға топқа қарай. Менің ойымша қоршаған ортаның ластануы себептері өте көп. Олар зауыттар, фабрикалар, көліктен шыққан ластанулар. Денсаулығымыздан көп зиянын келтіреді. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Адамдар қазіргі таңда табиғатты сақтау үшін жасанды жолмен емес, табиғи жолмен шешуге болады. Мен оны мынадай фактілермен дәлелдей аламын. Зауыттарды қаланың шетіне орналастырып, жасыл ел ұйымын ашып, табиғи жолмен қорғауымыз керек. Осыған байланысты мынадай қорытынды жасаймын. Ауаны ластамауға тырысуымыз керек, бәрі өзіміздің қолымызда деп ойлаймын. Жақсы, жаңағы жасыл ел ұйымын ашу керек дедіңіз. Сол жасыл ел ұйымы мектепте қажет па? Мектепте қажет, әр сыныптан, әр топтан немесе оқу буындарынан құрастырсақ жақсы ел тобы ол артық болмайды, керемет, жақсы ұсыныс. Жақсы, Дәрема, сізде? Менің ойымша қазіргі кезде табиғат ластануы қолға алынып жатқан жоқ. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Адамдардың табиғатқа бей-жай қарауы, мен оны мынандай факторлермен дәлелдей аламын. Көптеген зауыт фабрикалардағы түтін, машинадан шыққан түтін адамдардың іс-әрекетінен, үй жағдайындағы тұрмыстардан. Оларды азайтсақ, ауа тазарады, ауа денсаулықты жақсартады. Осыған байланысты мен мынандай қорытындыға келдім. Табиғат ол біздің қоршаған ортамыз. Біз оны ластамай, аялап күтуіміз керек. Ол бізге таза ауа берсе, біз оған жақсы күтім беруіміз қажет. Жақсы, көп рахмет. Толықтыруларыңыз бар ма? Жақсы, олай болса сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді біз қазір осы ауаның ластануын қалай байқаймыз? Дәл сыныптың өзінде де осы ауаның ластануын қалай байқауға болады? Осы ретте тәжірибелік жұмыстар жүргіземіз. Тәжірибелік жұмыстар жүргізбес бұрын мына жерге әр топтан бір адам оқушы келсе. Адия, Дәрема, Лейла. Бір парақшаны қаңда болсаңыздар. Жақсы, кімде қандай тапсырма? Визуалды бақылау. Жақсы, визуалды бақылау. Визуалды бақылауға не істеу керек екен? Сіздерге тапсырма берілген. Сіздерге қандай? Жақсы, ылғалды және не істеу керектігі мына жерде сіздерге тапсырма берілген. Қаз тапсырмаларыңызды ұсынамын. Сіздерде қандай тапсырма? Көзбен көру. Жақсы. Көзбен көру болса, сіздерде де өздеріңіздің тапсырмаларыңыз бар. Қазір мен сіздерге әр топтың тапсырмасын ұсынамын. Көзбен көру бізде кімде? Бізде. Жақсы, болашақта сіздер істейсіздер міне бірінші кезеңде әрекет 1 минут. Ақ қағаз немесе дымқыл майлықпен партаға терезе алдын сүртесіздер.
Бақылау бір нені байқадыңыздар? Осыған жауап бересіздер. Түсінікті ғой? Сұрақтарды қарап алыңыздар. Екінші, ылғалды және құрғақ орта. Кімде? Экобалансты, иә, сіздерде. Сіздер істейсіздер құрғақ және ылғалды ортаны күрестір, бақылайсыздар. Мені байқаған жазбасына сол ойларыңызды қағазға түсіресіздер. Үшінші топ визуалды бақылау. Қағаз бетіне жұқалап кремді жағасыздар да не істейсіздер? Терезенің алдына немесе далаға жерге қоясыздар. 2 минуттан кейін нені көресіздер, нені байқайсыздар, соны қарайсыздар. Не байқағандарыңызды қағаз бетіне түсіресіздер. Түсінікті ғой? Тапсырмалар түсінікті. Тапсырмалар түсінікті ма? Жақсы, тапсырма түсінікті болса, онда мен сіздерге 5 минут беремін, уақыт кетті. Порталlarda бар түрлеріңізге болады. Қарайсыздар. Аша аласыздар терезені? Айтып отыр. Біз айта саламыз. Коридорға шығып жүріп отырсаң қағазбен. Мектептің ауасын ластануын байқайсыз. Сол кремдермен байқап отырсыз. Визуалды бақылау. Жүріп отырсыз. Әзесі, сепші мен. Шаң пайда болды. Шаңға сіздер не септіңіздер? Су септіңіздер. Қандай, сіздерде қандай не тұр? Сұрақ? Сіздерде ылғалды және құрғақ орта. Қайсы бізге пайдалы? Соны бақылайсыздар. Ылғалды ортада не болады, және құрғақ ортада не болады? Жақсы. Біз өзі бұл партия болып кеттік. Жақсы. Байқаңыздар. Қараңыздар. Үш минут қалды. Тізбектеп жасай беріңіздер. Қазір ортаға шығып соны көрсетеміз. Дәлелдейміз өзіміз. Жарты минуттарымыз қалды. Үлгересіздер ме? Бізде экобаланстың кішкене тәжірибелі жұмысы, кішкене нелеу, иә? Күрделеу. Таза ауа сақшылары дайын. Жасыл болашақ дайын. Сіздер дайын болып қалдыңыздар ма? 20 секунд қалды. Жақсы. Қоңырауларыңызды қолдануға болады қоңырауларыңызды. Жақсы. Таза ауа сақшылар дайын екен. Жас елде дайын екен. Жақсы. Кімнен бастаймыз? Сіздерден жақсы. Сіздерге
визуалды бақылау, иә? Ал не істедіңіздер визуалды бақылауда? Біз бұл тәжірибе жобасында Мұқият тыңдаймыз, барлығын жұмысымызды аяқтаймыз, тыңдаймыз, бастаңыздар. Біз бұл тәжірибе жобасында ақ қағаздың бетіне кремді жұқалап жағып, және де таза ауаның лас не кір екенін қарадық. Және де өзіміздің мектебімізден көрдік, көптеген мектеп кірішіне жүріп, осы қағаздың шаң немесе екенін бақыладық. Бұл жерде мектептің ауаның лас екенін көріп тұр, себебі кішкентай көптеген шаңдар білініп тұр. Жинақталды, иә? Жинақталды ма? Жинақталды. Жақсы. Таңда ел тұжырым жасайсыздар. Сіздердің тұжырымдарыңызды дәлелдеумен салыстырайық. Қазір салыстырайық, иә? Жақсы. Визуалды бақылауда. Не істедіңіздер? Крем бетіне. Крем қандай бөлшектер жиналды? Бөлшектер жиналды, иә? Жақсы. Ақ қағаз сыртқа шығару арқылы не істедіңіздер? Жел соққанда ауа райы не істеледі екен? Қаншалықты ластанатынын анықтадыңыздар ма? Анықтадыңыздар. Жақсы, тағы да не істедіңіздер? От жаққанда мұржадан кір жаққа жаймау керек, иә? Сіздер от жаққан кезде, кір жуған кезде не істейсіздер? Кірді үйге немесе Қарап аласыздар, иә? Үйде немесе таза жерге барып ілуге ұмытпайсыздар, иә? Кір жуған кезде де түтін мұржаны астап жаймайсыздар, себебі ол не істейді кірге? Мұржаның кірлері түседі. Түсінікті ме? Иә. Бұл сол себептен жасалған нәрсе. Жақсы. Зерттеуге түсінікті ғой? Иә. Жақсы, келесі топ. Сіздерді қандай? Көзбен көру ғой, иә? Жақсы не істедіңіздер, бірінші әрекет. Біз дымқылмалықтың көмегімен үстелді сүрткенде бетіндегі шаны майлыққа беріліп тазарады. Ал майлықтың бетіндегі кірді байқауға болады. Біздің майлықтар кір болды үстелдің үстін сүрткенде. Сондықтан бұндай жағдайға жетпес үшін жиі тазалық жұмыстарын жүргізіп отыру керек деген шешім болды. Жақсы, тұжырым, шаң, қара дақтардың пайда болуын не істедіңіздер? Байқадыңыздар ма? Байқадыңыздар. Қандай шешімге келдіңіздер? Тазалық жұмыстарын жиі жүргізіп жүру. Дұрыс айтасыздар. Күн сайын кезекшілік несі, себептен өздеріңіз үшін, өздеріңіз таза ауамен демалу үшін отыратын орындарыңызды не істеп отыру керек? Сүртіп, таза ұстау керек. Жақсы, рахмет, түсінікті ме? Жақсы, келесі топ. Келесі топ бізде екінші тәжірибе ылғалы және құрғақ орта. Екі ортаны көрсетулеріңіз керек, иә? Жақсы. Құрғақта не болады екен? Бұл жерде біз осы шаңды осылай сепкенде суды шаң пайда болады екен, иә? Құрғақ ортада шаң пайда болады. Оны басу үшін Судың ылғалдылығымен сепеміз. қай пәнмен байланысты? Физика пәнмен байланысты ма? Байланысты. Я не болады? Тежеу болады, иә? Жақсы. Оны сіздердің жауаптарын салыстырайық, берілген жауап тұжырыммен. Ылғал шашу бөлшектерін ауырлатып, таралуын тежелейді, иә? Ылғал су себебі мысалы таңертең көресіздер, иә? Көшелерде не жүреді? Су шашатын машина жүреді. Не себептен? Шауаны жаңағы үстіге көтерілген құрғақ ауаның шаңдарын басу үшін, тежеу үшін машина сөйтіп ылғалдандырып өтеді. Түсінікті ме? Жақсы. Рахмет. Барлық тәжірибе жұмыстар, өз тұжырымдарын жасадыңыздар. Көріп тұр ғой, ауаның ластануын қалай көруге болады? Бөлменде қалай ластануында көруге болатынын байқадыңыздар. Дұрыс па? Жақсы. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Бізде келесі тапсырма жаңағы бейнематериал бойынша сабақтың басынан берілген соған біз келесі тапсырманы орындаймыз. Бізде келесі тапсырма тұжырым жасаймыз. Бұл жерде бір топ экодиктант жасады, екінші топ бізде үндеу салады, үшінші топ бізде жарнама жасайды. Түсінікті ғой? Жақсы. Олай болса, тапсырмалар таңдаймыздардан. Басқа бар ма? Келесіздер. Жақсы. Тапсырмалар таңдаймыз. Кімде қандай тапсырма екен? экодиктант. Үндеу салу. Үндеу салу.
Так, казала сақшыларды экодиктан. Сіздерге экобаланс қандай? Үндеу салу өте жақсы. Жасы болашақта жарнама жасау. Жақсы. Осы жерде не көріп тұрсыздар? Жасанды интеллекттің қолдануға болатынын көріп тұрсыздар, иә? Жақсы. Қандай нені? ChatGPT, Gemini. Ага. Не арқылы нейросайттар білесіздер, иә? ChatGPT-ден не аламыз? Көмек сұраймыз. Ал Gemini'дан осы жаңағы жазған дүниелеріңізді видео сияқты немесе сурет арқылы бейнелеп беруді сұрайсыздар, иә? Сосын барып топқа салып жіберіңіздер маған топқа. Мен осы жерге топқа неге шығарамын? Түсінікті ма? Жақсы. Өзіміздің чатқа жіберіңіздер. Тапсырма түсінікті ғой? Тапсырма түсінікті болса, онда мен сіздерге 5 минут жетер ме? Көп па 5 минут? 5 минут жетеді. Жақсы. Олай болса 5 минут. Уақыт кетті. Әр топқа тапсырманы тағда түсіндіріп өтейін. Экодиктан 3 балмен бағаланады. Сіздер мәтінді әр тапсырмаға критерий берілген. Критерийге сәйкес бұлар сөздерді пайдалана отырып, мәтінге керекті сөздерді құрастыр. Екінші тапсырма үндеу салу. Сіздер қоғамды экологиялық жауапкершілікке шақырасыздар. Ол сіздерге арнайы дескрипторлар берілген. Сол дескрипторларды басшылыққа ала отырып, үндеу құрастырасыздар. Үшінші топ бізде не істейді? Жарнама жасау. Дескрипторларды тиімді қолданасыздар. Әр топқа жұмыс жасау үшін 5 минуттан беріледі. Тапсырма түсінікті ме? Жақсы. Жасанды интеллектке жүгінеміз керек болып жатса. Алдияр жұмыс жасаймыз. Топпен. Топпен жұмыс жасаймыз. Екі минуттарыңыз қалды. Қорғауға дайындалатын жасыл болашақ. Чатқа жіберіңіздер маған. Нұрғалиева Толғанай, жасы болашақтан дайындаласыз. Екіншіден Имам Алдияр, қорғауға дайындалыңыз. Үшіншіден Шырайыл Мажат отырды. Так. Адина қайда? Аржақ топта, иә? Жақсы. Так, Шырайыл. Шырайылың бар ма? Шырайыл арық топта, тоже жақсы. Онда мына топта қазір басқаша қарастырамыз.
Так, Севич дайын бол. Севич дайын бол. Сіздерден. Таза ауа сақшыларынан Севич дайын болсын. Экобаланстан Алдияр қорғайды. Жасы болашақтан толғанай қорғайын жұмысын. Дайын. 20 секундтан болады. Жасы болашақ дайын. Келесіге. Ортаға келесі. Сіз Жеремияға сурет жібердіңіз ба? Иә. Чатқа жібердіңіз ба? Иә, жүрді. Чатқа жібердіңіз ба? Қазір мен қарап шығайын. Экодиктант дайын екен. Мынау істеп қой, иә? Жақсы. Сәлем баршаңызға, біз Жасыл болашақ тобы. Ауа біздің өміріміздегі негізі. Бірақ бүгінде оның тазалығы қауіпте. Көлік түтіні, зауыттар мен қоқыс өртеу бәрі де ауаны ластап денсаулығымызға зиян келтіреді. Таза ауа болмаса болашағымызда бұлыңғыр болады. Бір сәт ойланып көр. Сен дем алып жатқан ауа қаншалықты таза. Әр адам табиғатты қорғауға үлес қоса алады. Қоқысты дұрыс тастау, ағаш отырғызу, қоғамдық көлікті пайдалану. Біз бұл кішкентай қадамдар бірақ үлкен өзгеріске жол ашады. Таза ауа, таза өмір. Біз табиғатты қорғамасақ, ертең кеш болуы мүмкін. Өзіміз үшін, жақындарымыз үшін және болашақ ұрпақ үшін әрекет етейік. Табиғатты қорғайық, әрқайсымыздың міндетіміз. Бүгіннен бастайық, ауаны ластама, табиғатты аяла. Бірге әрекет етсек, әлемімізді таза әрі әдемі ете аламыз. Жақсы, рахмет сіздердің шаттар алған елдеріңізді, Жемини алған еліңізді, суреттеріңіз Жемини арқылы дайын болды. Рахмет. Келесі топ кезектеміз. Таза ауа сақшылары дайын. Сіздер экодиктант қоя? Жақсы. Экодиктанттың өзінің сөздіктері бар. Бізде экология, ластану, экожүйе, өндіріс, қалдық, тыныс алу, тірі, өсімдігіне таза энергия деген пайдаланатын сөздер бар, ал бастаймыз. Қазіргі таңда экология мәселесі адамзат үшін өте маңызды болып отыр. Ауа, су және топырақтың ластануы адамға зиян келтіреді. Адамдардың өндіріс орындары, автокөліктері, қалдықтар және химиялық заттар қоршаған ортаны ластайды. Ауаның ластануы адамның денсаулығына әсер етіп, тыныс жол ауруларын тудырады. Су көздерінің ластануы балықтардың жойылуына және басқа да организмдердің өлуіне әкеледі. Топырақтың ластануы өсімдіктердің дұрыс өспеуі себеп болады. Сондықтан біз табиғатты қорғауға, қалдықтарды азайтуға және экожүйе көздерін пайдалануға тиіспіз. Мына жерде екі зат шатастықты орынмен бұл жерде екінші сөйлемде ауа, су және топырақтың ластануы экожүйеге зиян келтіреді. Соңғысында сіздер шатастырып, сондықтан біз табиғатты қорғауға, қалдықтарды азайтуға және таза энергия көздерін пайдалануға тиіспіз. Осы жерде екі сөз сіздерді ауысып кеткен. Жақсы, рахмет. Өздеріңізге 3 балдың орнына 2 бал қоясыздар. Алдияр. Алдияр, тез етеміз. Тез. Сіздер. Жемиға берді ма сурет? Так, қасқарайық. Керемет. Бастаймыз. Алдияр өстірмені дұрыс таңдаппыз, Алдиярды. Бастаймыз. Бүгін қашаған ортадағы емес, бүгінгі таңда кім жазу? Өзің жазу емес па? Ал, оқып шығыңыздар. Кім жазу? Тез етеміз. Хаттырақ жасап біз жарнама ғой. Отандастар және достар, біздің қоршаған ортамыз ортақ үйіміз. Бүгінде нақты табиғатты қорғау тек сөз емес, нақты істі талап етеді. Сондықтан біз әрқайсымыз экологиялық жауапкершілікті сезінуге шақырамыз. Жақсы. Өзіміздің нақты әрекеттер, тазалық сақтау, көшеге, саябақтарға қоқыс тастамай, қалдықтарды сұрыптауды әдетке айналдырайық. Жасыл желек, әр отбасы жылына кемінде бір ағаш отырғызса, қаламыз жасыл желекке бөлінеді. Үнемдеу, су мен электр энергиясын үнемдеп, пластик өнімдерін бас тартайық.
Жақсы, тамаша үнде болды, иә? Көп рахмет. Олай болса, бүгінгі сабақта қорытындылаймыз. Қорытындыламас бұрын жаңағы әр тапсырма бойынша біздерге дискриптор бойынша бағалау болған, иә? 4-3-3 болған, иә? Сонда бізде 10 балл сабақ қойын. Сіздерге жинақтағы 9, сіздерге 10, сіздерге де 10 ұпай, иә? Сондықтан да сіздерге жаңа соңғы тапсырмада істедіңіздер, шатастырыңыздар, иә? Жақсы. Олай болса, келесі сабаққа тапсырмады алыңыздар. Келесі бізге сабақымызға тапсырма 86 бет. Бізде оқулықта тапсырмамызды орындаймыз. Аға, 5-ші тапсырма 86 бет бізде жұмыс дәптерімізде бар. Сонымен қатар айтайын дегенім, таза ауа денсаулықтың кепілі екенін біз бүгін істедік. Жақсы, олай болса сабақ аяқталды. Сіздерге барлықтарыңызға көп рахмет. Ауаның ластануынан жұмыс жасауға, әрекеттеріміз жасауға, жобаларды құрастыруға бәріміз жұмылайық. Көп рахмет. Сабақ аяқталды.